Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі эфиріміз процесс анализінің екінші күні, вторник. Аха. Кешегі жасаған анализдеріміз қалай орындалу барысында кейін көрсек те болады. Бүгінгі таңда жаңалықтар все равно жоқ. Форекс факторида бүгін жаңалықтар жоқ. Сол себепті мына жердегі иксіміз мүлдем өзгермейді. Жиксай бізде әлі импульсті қозғалысын аяқтаған жоқ. Біздің болжамымыз немесе ойымыз бойынша жоғары жақта орналасқан жақын реакция бере алатын аймаққа келгеннен кейін төменге қарай коррекция жасауы мүмкін. Себебі дәл қазіргі қозғалысы жоғары жаққа дейін ол бізде төменге қарай ұқсас емес, осындай импульс жоқ, әлсіз уже күші азаюда сатып жағынан. Сол себепті то ли мына жерде орналасқан ликвидностьті алып төмен кетуі мүмкін, немесе осы екеуін де алып күш жинау мақсатында коррекция жасаса да болады. қысқаша қазір қандай өзгерістер туындаған туралы қарай өтейік, кейін уже анализге көшеміз. DXY әлі импульс қозғалыста, ебір бізде саталаушылар жағынан күшті көрсетпеді. Қарайтын болсақ, мына жерде mitigation блок болғанымен де бізде баға осы диапазон үшін төменге қарай өтуде. Жақсы. Фунт доллар. Фунт долларда керісіншелеу. Бізде фракталды алғаннан соң өзінен кейін имбаланс, брейкер блок аймағы қалыптастырып, соның ішінде орналасқан индюсмент немесе ликвидностьті алып жоғары қарай кеткен екен. Бұны қазір анализ жасаймыз. Орындалғаны осы біздегі фунтта. То есть күту бүгінге мүмкін деген біздің жоспарымыз бойынша фунт жақсы келген екен. Енді USDJPY-ды қарастырып көрейік. USDJPY жақын орналасқан мақсатқа келген. Мына жерде тағы да пересүйі жасады ликвидностьті. Кейін қарайтын болсақ, мына уровеньнен өкінішке қарай өте алмады, денесімен төменге қарай жабылып. И манипуляциялық қозғалыс ретінде мына жердегі фракталды алып кетті. Ликвидностьті. Қазіргі таңда жоғары қарай қозғалысын жалғастыруда. Бұны айтатын болсақ, импульс, коррекцияны қозғалыс, и импульс деп қазіргі таңда әрі қарай восхождение жасауы мүмкін жоғары қарай. Бірақ бұны сауда жасауы мүмкін бе? Қазір анализ барысында қарап өтеміз. Алтын біз ойлағандай төменге қарай кетті. Бірақ бұл жерде сауда жасайтындай ситуация болмады. Сол себепті бұны қарастырмағанымыз дұрыс болды. Егер ойлағанымыздай төменге қарай түсу барысында соңғы рет мына жердегі ликвидностьті алып кеткеннен соң уже қозғалысын төменге қарай жалғастырып жатыр. Окей. Сонда кешегі анализ бойынша фунт доллар өзін көрсетті. Мына жерде біз бір сценарий құрдық. То что мына жерде орналасқан ликвидностьті алғаннан соң бір сағаттағы міне мына жердегі ликвидностьті алғаннан соң біз бір сағаттық таймфреймнен тағы да подтверждение күтеміз деген сценарий болды бізде жоспар. Бірақ қарайтын болсақ, бізде подтверждение болды, мына жерде мүмкін мына жерде брейкер блок құрып, бірақ баға откат жасамады, то есть ол сразу импульс бойынша кетіп қалған екен. Сол себепті біздің бірінші сценариіміз орындалған жоқ, вообще нарративіміз дұрыс. Сол себепті келесі жолы екінші сценарийді құрып көрсек болады. То есть екінші сценарий қарапайым осы ликвидностьке кіру нүктесін қойып, стоп-лосс мына жерде и жоғары жақта мақсатымыз. Біздің риск менеджментте RR-іміз 1/5-тен жоғары болып тұр, 1/8. Сол себепті жақсы позициялардың біріне көшеді. Енді қалғандарымыз осылай қарастырдық. Сауда мүмкіндігі болған актив фунт доллар жасқасақ болады. Бізде 22 болған. То есть сауда мүмкіндігі. Сонымен қатар қалай болды деп ашып қойсақ болады. То есть имеется в виду қандай переменалар арқылы. Бізде нарратив болды. Сонымен қатар нарратив плюс H4 брейкер блок и соның ішіндегі орналасқан H4 индексін. Енді басынан бастайық.
DXY күндік таймфрейм. Бізде әлі импульс жалғасуда. М, Скорее всего, күту мына жерде орналасқан ликвидностьке, жоғарыдағы ликвидностьке қандай реакция алады. Қазіргі қозғалысымен егер де болашақта қарастыратын болсақ, мына аймақта орналасқан ликвидностьке бару мүмкіндігі аздау. Себебі қазіргі таңда біз байқаймыз, что күшті жетпей жатыр. Ең алғашқы рет келген кезде баға өзінен кейін осындай ұзын фитиль қалыптастырды, денесімен төменге қарай жабылып. Мына аймақтарда сатушылар жағынан объем бар екенін көрсетіп жатыр. Сонымен қатар мына жерлерде біздің күтетініміз то ли фракталдалып төмен түседі, немесе мына аймақтағы фракталдалып төмен түседі. Импульсті қозғалыс әлі де көрейік. Егер де локально қарастыратын болсақ, импульстің аяқталуын күту глобально больше әрине, бірақ локально бізде беріш бекініс алған локально текса әлі де импульс қозғалыс, сондықтан бізге қызық емес. Бізде евро доллар төменгі жақта орналасқан rejection блокты баға бұзып жатыр. Әлі де бұзған жоқ, но қарайтын болсақ, мына жердегі кешегі жабылған свечі толығымен сатушылар жағынан пайда болып жатыр. И қазіргі таңда ол жалғасу барысында. Сол себепті біз мүмкін сауда жасай алмаймыз бұны, бірақ осы ликвидностьке де келуі мүмкін. Как DXY секілді. Кішкентай ғана қалды уақыт, то есть мынаған дейін келуге. И сол кезде біз кішігірім коррекциялық қозғалыс ретінде жоғары қарай қарастыра аламыз да евроны. Бірақ әзірге евро сауда жасауға мүлдем келмейді. Әрине ликвидностьтер бар, бірақ точка А мына аймақтағы ликвидность болса, точка Б бізде кішігірім алыс орналасқан, әрі бізде ешқандай переменный жоқ мына аймаққа дейін барады деген. Сол себепті бізде евро нүктеде. То есть әзірге сауда жасауды қарастырып жоқпын. Себебі мүмкіндік бізде туындап жатқан жоқ. Көрейік, мына жердегі жазғанымызды өшіре салайық. Нарратив себебі уже орындалды. Мыналарды өшіре салайық. Сонда бізде соңғы бағаның реакция алған аймағы мына жерде орналасқан имбаланс. Сатушылар алған түрде алған. Оны как точка А ретінде аламыз, ал точка Б ретінде төменгі жақтағы фрактальный лоу. То есть біздің қазір қарастырып жатқан нарративіміз ол төменге қарай. Соған орай подтверждение көрейік бір сағатта. Бізде Пальм рейт жасады, аймақта орналасқан сталды. Оны қазір опорный область ретінде аламыз. То есть қандай реакция алады деген сұраққа жауап бер. Төменгі жақта екі ликвидность бар, бізге кедергі келтіре алатын. Сонымен қатар имбаланс. Бұл бізде сатып алушылар жағынан пайда болған. Бұл да бізде кедергі келтіре алады. Бұл бізде плюс 4 сағат. Енді бір сағат қылып көрейік. Бір сағаттық таймфреймде бізде консолидациялық қозғалыста баға бір диапазонда сауда жасалуда. Мындай. Әзірге одан шыққан жоқ импульс түрде. Just қойық, біз нені белгіледік. Нарратив бізде получается күндік таймфреймде орналасқан баланс. Қарама қарсы ол бізде точка Б қарапайым порталы фрактальный алады. Бізде барлық анықталып тұр, бірақ енді подтверждение керек. Сол себепті бір сағаттан кейін бізде байқағанымыз фрактальный рейт болды. Бір сағаттық таймфреймде бізде әлі сатушылар жағынан подтверждение керек. То есть volume confirmation. Мына аймақта орналасқан имбалансты егер бұзып тастаса, өзінен кейін брейкер блок құрап немесе имбаланстар жасап, структура кетіп, онда иә төменге қарай қарастыраламыз. Бірақ әзірге бізде подтверждение болмағандықтан бұны күтуіміз керек. Оны тастайық. И достаем. Фрактальный. Ең күшетіміз имбалансты бұзып тастасын, сатып алушылар жағынан тұралған. И сағат таймфреймде подтверждение берсін.
біздің нарративіміз ол бізде төменге қарай жүріш. Сосын жерде енді USDJPY. Аха, кеше қозғалыста бізде баға доллардың күнінде пересеу жасады, қарайтын болсақ. И жоғары орналасқан екеніске дейін сәл ғана қалды, жетпей қалды. Мына аймақта орналасқан. Скорее всего, егер де баға осы ликвидность алғаннан соң импульс түрде төменге кетеді. Потому что бұл мынау исторический максимум шатаспасам. USDJPY да бұл. Көрейік. Иә, баға бұл жерде исторический максимумда жүр USDJPY. Сол себепті мына жерге жеткеннен соң сразу импульсті төменге түсуі мүмкін. Себебі қазіргі таңда қозғалысы мына жердегі именно әлсіз болып тұр. Мына жердегі имбаланс енді құралып жатыр әрине, бірақ оны бұзып кету аса қиын емес. Әзірге бұны сауда жасайтындай емес, қарапайым күту керек USDJPY. Қалай аяқталады мынау қозғалысы. Осындай исторический максимум бұрын көп уақыт бойы келмеген жерлерге келген сәтте уровеньдерге баға үлкен көлемде реакция алады. Әрине бұл жоғары қарай бара алады, бірақ бұл алтын емес қой, жоғары қарай бара беретіндей. Бұл уже бізде валютный пара болғандықтан мына жерден бастап уже құлауы мүмкін. Егер причина следственный связь құратын болсақ, бізде қазір алып тастайық. Мына аймақтағы фрактальный рейд жасағаны ол біздің точка А-мыз болды. Ал жоғары жақтағы мынау ликвидность немесе мынау ол біздің точка Б-мыз. Кішігірім жақындатып қойсақ. Біз нарративіміз қазіргі таңда жоғары қарай. Мүмкіндік. 4 сағаттық ғой. Бір сағаттық таймфреймде бізде импульс қозғалыс болды. Өзінен кейін имбаланстан өтті. Баға әзірге содан реакция алып жоғары қарай қозғалуда. Бірақ бұл аса қатты сауда жасайтындай емес. Себебі біздің стопымыз қайда тұратыны белгісіз. Мына жерге қойсақ, тоже кішігірім сомнительно, себебі расстояние кішкентай. Бірақ қате болмайды, егер мына жерге кіретін болсақ, мына аймақта пайда болған брейкер блокты қойып, бір өңтес мына жерде, стоп лосс мысалға мына жерде, и тек проектаймыз. Бұлай да болады, бірақ бұл жақсы позициялардың қатарына жатпайды. Бірақ бұл мүмкін. Изучив болады. Общий бізде жоғары қарай қозғалыс. Сауда жасау мүмкіндігі 4 сағаттық нарратив именно. И 1 сағаттық фотолог пайдаланып бекер боқтаңыз. Плюс минустай қойып, өйткені кішігірім сенімсіз. Енді алтын. Бізде жоғары жақта орналасқан имбалансқа реакция алды баға. И біздің төменгі жақта орналасқан мақсатымызға жетіп берді. Бірақ бұл жерде не болды? Егер де мына аймақтағы фрактальный рейтті опорный область ретінде алсақ, 1 сағатқа өтіп қандай реакция алғанын біз байқаймыз, то что мына жерде брейкер болып пайда болды әрине. Жерде мынау минимумы и мынау максимумы. То что мына жерде rejection блок бар, тоже бар. Иә, бұны сауда жасауға болды, бірақ сауда мүмкіндігі кешкісін болды. Қараса сағат 8-лерде, түнде болды уже. Бүгінге мүмкіндікті қарастыратын болсақ, бізде фрактальный рейд жасады дискаунт зонасында. Осы аймақтан.
И эгерде биз нарратив менен ойлонотун болсок, карама каршы максаты ол енді пайда болуп жаткан мына ликвидность. Бирок бага бул жерде төменге карай түшүшү мүмкүн. То есть более глубокий коррекция жасап мына аймактарга дейин. Ошол себептен бул жерде биз тек гана күтүүбүз керек. Мына точка А ретинде алатын болсок, мына аймак бизде точка Б. Бул жерде график бизде все равно күтүү. Герцог бизде жогору жакта орналаскан ликвидность как уровень иретинде баганы жибермей туруп жогору карай. И бизде rejection блок бар. Апталык. Сол себептен бага қазіргі таңда өзүнүн күчүн аяктап жатыр. И төменге карай түшүү мүмкүндүгү бизде артууда. Бир саатка өткөрөйк. Бир сааттык таймфреймде бизде тотальный рейндж жасадым. Найныкча карайтын болсок, ликвидностька кетти. И сонун катар бизде брейкер блок каттасып атыр. 4 сааттык. Мына минимуму и мына аймакта орналаскан бул максимуму. Эгер карапайым тек гана осудан гана сценарийди куратын болсок, осылай да карастыруу бул жерде кателик болмойт. Биздин крөнгө 4 сааттык брейкер блок кишигирим соотношение риск прибыли келүү үчүн крөнгтөн көтөрүп керек 1/5 болгондай. И осылай. Стоп-лосс 4 саат брейкер блоктун максимуму, потому что бул сильный максимум. Ликвидность алып кеткенден соң. И максатымыз күндүк, апталык, то есть күндүк имбаланс. Фрактальный раз. Эми бизде подтверждение сатушулар арасында болгон брейкер блок. Биздин нарратив төмөнгө карай. Причинно-следственная связь бизде күндүк нарратив. Менин подтверждением 4 сааттык брейкер блок. Бул уже жакшыраак да, чем изучпөй караганда. Кортундай келетін болсақ, бізде DXY әлі де импульсті қозғалысында аяқталған күткеніміз жөн. GPY және де доллардың графиктері кішігірім ұқсас, мақсаттары жақын орналасқан. Және де еврода да мақсаттары жақын. Сол себепті біз оларында аса қатты сауда жасай алмаймыз. Мақсаттарын алғаннан соң ғана кейін күндіктері қарастырған жөн. Фунт доллар төменге қарай, бірақ подтверждение күту керек. Әлі де консолидациялық қозғалыста төменгі жақта имбаланс бар. Әлі оны бұзған жоқ. Сол себепті әлі бізде подтверждение толық болмағандықтан фунт доллардан позиция күту қажет. Алтын кешегі мақсатын орындады. Кіру нүктесін кешкісін ғана берді. Бірақ қазіргі таңда кіретіндей ситуация орындалып тұрған жоқ. Объективно қарайтын болсақ, ал Гер-40-та бізде нарратив пен подтверждение бойынша дәл келіп тұр. Сол себепті осы позицияны егер қарастыратын болсақ, бұл қате болып саналмайды. Бірақ бізде коррекциялық қозғалыс мына жерге дейін келмеуі мүмкін. То есть сразу да кетіп қала алады. Бірақ осындай отложенный ордерді қойып қоюға болады. Алтын әрине түсуі мүмкін мына жерге дейін, бірақ бізде rejection блок болғандықтан осы аймақтарда сатып алушылардың диапазоны. Бұл себепті кішігірім сомнительно сауда жасау. Сол себепті күткеніміз абзалырақ. Әрине бізде структура пайда болатыр кішігірім болсын. Импульс, коррекция, импульс деп. Бірақ бізге вероятность кішігірім аздау сделкамыз орындалуына деген. Орында келсек, бізде жаңалықтар жоқ. Сауда мүмкіндігі фунт доллардан күткеніміз жөн. Және гердан отложенный ордер қойсақ болады. Қалғандары күту. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, қоя бере аласыздар. Саламатсызбы? Саламатсыз. Азыркы түсүнүктүү.
Мгм. М, өздеріңіз практика жасағансыздар ма осылай? Сол күнде бір нәрсе көріп жатырмын, үйреніп, қолдан келгенше. Мгм. Мысалы бар ғой, қазір мен мына демо-счетта GBP USD мен ол бізде Лондон уақытымен ғой, дұрыс қой, иә? Аха. Иә, Лондон уақытымен. ә, Сосын олар бізден 2 сағат алды. 12 мен 17 арасы, 17:00. Сонда мен қай уақытта ашамын нені, жаңағы сделканы да. Әр сессияның өзінің зоналары болады. Бізде Лондонның, Нью-Йорктың және де Азияларында алғашқы ашылған уақытынан 3 сағат. То есть егер де 12-де ашылатын болса, 3, 4, 15, Мгм. 3-ке дейін бізде зоналар келеді. И 12-ден 3-ке аралығында сауда жасаған жөн. Егер сауда мүмкіндігі болса, әрине. Егер Нью-Йоркты қарайтын болсақ, егер де ол бізде 6-да ашылса, либо 5-те, онда соған 3 сағат қосып, сол аралықпен қарастыра аламыз. Ал одан кейінгі Ал аралықтар уже күштер аз болады. мгм. Алға 3 сағат қосамыз ба сонда? Иә, М, солай күніне примерно 6 сағатымыз болады нарыққа қарауға. Басқа кезде өзіміз жұмыстармен айналыса аламын. Не ғой, Санжар мырза, мысалы қазір мен Лондонға ашқам, сағат 10-ның кезінде көрдім мен. Мгм. Так, 10-ның кезінде. А ол жақта 8-ді көрсетіп тұр, таңғы 8. Иә, дұрыс. Бұл Американ уақытымен ғой. А Лондонда Американ уақытымен жүре ма? Мхм. Сессиялардың жалпы өзі. М, мгм. Болды, түсінікті. Сол просто анау алдында ашқан кезде уже бір сағат, жарты сағаттан кейін не білінеді ғой. Жаңағы график жүреді ғой енді ары бері. А мынада пока тыныш болып тұрады, неге деп соны соған ғой. Значит, сауда пассивный болып тұр ма? Сонда солай ғой, солай түсінеміз бе? Қазіргі таңда ма? GBP USD. Иә, бізде әртүрлі фазалар болғандықтан біз күнде сауда жасай алмаймыз. Сол себепті біз мүмкіндіктерді күтеміз деп отырамыз. Өзінің моменттарын ұстау керек. Иә. Понятно. Болды, рахмет. Мен күнде әр нәрсе үйреніп жатырмын, короче. Иә ма? Оны өзі кішкене болсын мәз болып, мотивация болып жатыр маған енді. Пропсчетта да тоже осылай, әркім өзінің сұрақтарын қояды, сондай ғой. М, Иә. Сауда барлығында бірдей. М. Или ол жерде более профессионалдар отыра ма деп пе? Скорее всего, жоқ. Бәрі Пропшот, біз сияқты. иә, проп компаниялар табыс табу үшін оған көбінесе новичоктар келеді. Счеттарын М, алғаннан соң оларды күйдіріп алады, сосын тағы да алады, тағы да күйдіреді. Солай проп компаниялар ашылады. Все. Болды, рахмет. Түсінікті. Дискордқа өтуге ұмытпаңыздар. Уже 2 адам өтті. Иә, қайда дейсіз? Дискорд. Дискорд чат? Мгм. Иә, Дискорд чаттамын ғой мен. Сіз өттіңіз ба? Иә, кеше өттім. Все онда. Мгм. Жақсы. Былай, қатысқандарыңызға рахмет. Эфир пайдалы болды деген ойдамын. Ертең және де ертең арғысы тағы да 2 рет болады. И солай аяқтаймыз. Былай, қатысқандарыңызға рахмет. Сұрақтар болса, практика немесе общий чатқа қоя аласыздар. Әрі сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыз.